Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз той бастарға осындай бомбонерки жасаймыз. Шоколадтан, конечно. Осындай капсулы не болды бізге. Астына қойып аламыз, ровно болу үшін, чтобы холодильникте тұру үшін. Температурасын сыртынан өлшейміз. 28 деп тұр. Осыларды біз салып аламыз ішіне. Асты жағына. Өзіңіз қарайсыз, не салғыңыз келеді, өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Бұны осылайсыз. Өзіңіз бастап, одан тегін
Иә, бұл негізі открытый шоколад деп аталады. Біз қазіргі таңда бұны тойбастарға жасап жатырық. Бірақ бұны сіз обычный коробкаға салып, туысқандарыңызды қуантуыңызға болады. Тойбастарға ғана арналмаған бұл. Шоколадты темперировать еткенде 10%-ын алып тастайсыз ғой. Мысалға, любой 300 грамм болса, 10%-ы 30. 30-ды отдельно алып аласыз да, жаңағы 270-ті микроволновкада жақсылап темперировать етіп аламыз. Градусын өлшеп тұрамыз. 40 градус болған кезінде біз аламыз. Сөйтіп, жаңағы қалған 10%-ын алып саламыз. 10%-ы сізді суытуға арналған. Ал достар, міне уже видеомыз соңына да жетті. Сіздер видеома лайк басып, комментарий жазып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Достарыңызға да жіберіп қойыңыздар. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді мен мына жерде бірінші ақ шоколадты жасап жатырмын да. Ақ шоколад бізде, если краска қосатын болсаңыз, өзіңіз білесіз, вельвет қосасыз ба, гузман қосасыз ба, кредо қосасыз ба, ол өзіңіз шешесіз. Главный 30 градус болу керек. 30 градустан 1 градус жоғары болатын болса, шоколадыңыз іріп кетеді, соны есіңізде сақтаңыз. Келесі жолы қара шоколад, одан кейін уже упаковка жасаймыз. Бәріміз бірге. Сау саламатта болайық, бәріміз аман болыңыздар. Отбасыңыз аман болсын.